кейіпім мен. Мүгедекпін. Мүсәпірмін мен, Жарғай. Сырласымды, мұңдасымды сен ғана. Айтшы өзің, кіммін мен осы? Мәңгілік бала кейіп пе? Тоқта, кетпе, алыстама сен менен. Тыңдашы. Өз жасыма лайық қыз болғым келеді. Естимісің, Жарғай? Сен де менен түршігесің бе? Кетпеші, бір тыңдап кетші, Жарғай! Кетпеші! Затына су деп ойлаушы едім. Ол да қазір сарғайып тұр. Күнәдан пәк ол сәби деп ойлаушы едім. Ол да туылғаннан мүгедек. Менің тірегім қазір осы арба. Түске дейін суымды, түстен кейін баламды тасиды. Ең қуантарлығы маған ешкім күле алмайды. Өйткені әр үйде бір мүгедек бар. Бұл Алланың емес, адамның саған заманы бұл. Саған айтар қуанышты жаңалығым бар. Қаладағы жалғызына хабар келіп қуанып тұрмын. Қабылым үйленем депті. Қуанғанда бір, қорққанда бір, есім шығып, біресе күліп, біресе жылап, не істерімді білмей жүрмін. Құтты болсын, қуанышың құтты болсын. Бірақ олар үйленсе, тойын қалада жасайды, қалада үйленеді. Анау қатшалар емес пе? Олын айтам, шешесін тойына шақырмапты. Қойш, бәрі сондай қой деймісің? Менің Қабылымның көкірегі ояу. Сол жалғыздан басқа нем бар менің? Апа, тойым қарауылда өтеді, жолдастарым елге келеді деп жазыпты. Аман жүрсі өйтіп. Құдай мен сияқты жесірдің көз жасын көрген шығар. Жетімдік пен жесірлік босағаннан арылмағалы қашан. Енді басымызға бас қосылып, балам үйленіп жатса, той жасамай қарап отыратын қатер ама. Құдай қуантса, мен неге қуанбаймын? Келін қай жақтан? Қарауылдан ба? Тек қарауылдың қыз дұрыс бала туа ма? Қарауыл емес. Қарауыл болса айтар еді. Шымкент пе сол жақ секілді. Шымкент болса онда қалмалды әкесі құн еткенде өгіртіп тұрып сұрайды олар. Мейлі, барлық жинаған малын сол жалғыздың жолына құрбан болсын. Қатера, сенің ана қораңдағы 5-6 қараң сөз емес. Бүкіл қарауылдың малын жинасаң да, өңешін қитпейді олардың. Мейлі. Ойбай, жүрек ұшып кете жаздады ғой. Рас айтам, сен қыз жынсың ба, перісің бе, Қатера, сенің жиенің бар ма? Жылауы да тез, күлуі де тез, бір түрлі өзі. Бұрынғыдай емес, есейіп қалды емес пе? Мінезі де бұрынғыдай емес. Енді бұл өзгермегенде биыл 20-ның үстіне кел. Кел оғай, кел қолым, болды жылама, о несең? Қабыл тәтең үйленем депті. Қонбаймысың, келін әкеледі, той болады. Бар, қойын қайда, бар, қойынды ғана бол. Ұзап кетпесін қолым. Чу! Нағыз bestейді? Сағира, кейде Ләйланың қарайып қасында жүргеніне тәубе деймін. Бұл бейкүнә қыздың сенері мен, менің сенерім Құдай. Қой болды, жүр, жама сөйтпіш. Амансың ба? Қабылым үйленем деп, соның шаруасы ғой жүрген. Қатыра, құтты болсын, келеді екен ғой. Мына қатшаның маңдайына үйлендіру жазбағай. Кетті әне, анам бар едіп бір ақпата сұрамай-ақ үйленіп те алды, тойын да жасап алды.
Ауқатша, аман жүрсін әйтеуір. Әй, Болтайжанның бар ғой? Айтпақшы, Болтайжанның бетіне не болған? Ой, бетке қарай тұнығы жоқ қатын әпер дейді. Әй, әпер десе әперсеңші. Жүр Қатша, үйге кір. Қатира, мен саған өлгенше көмектесудім. Сен Болтайма Ләйләнді бер. Көзіміздің тірісін некелерін оқытып қояйық. Әй, берем несі бар? Болтайдай әнші күйеу болса Құдайдың бергені де. Жүр, одан да ақылдасайық. Үйге кіріп шай ішіп ал. Каз. Бұл менің парталасым. Құмар ғой? Бұл мен бұрынғы сыныптас. Ләйлә. Ләйлә. Құмар? Тандың ба мені? Мен сен көремді ойлаған жоқ. Тағы кімдер бар біздерде? Ләйлә, есіңде ме? Мен сені айтпас. Мектеп кезде кімді өшедім ана? Каз. Мен сені мектеп кезде Ағлелек деуші едім ғой. Ағлелек. Дымды өзгермегенсің ғой. Жат, жүге түш керек. Бармаймын мен. Жарайды онда. Осы жерде тұра берейік. Қарсы емессің бе? Айта бер әңгімеңді. Жаңағындай, мына қара ұлдайды жаңалық. Ләйлек, өжетедің ғой? Неге үндемейтін болғансың? Құмар, расымен сағындың ба? Ай, сұрайсың ол сенде. Шынымен ақ сағындым. Келші, құшақтайсың. Құмар. Қазір келем, сетек, кетіп қалма. Қазір тез келем. Ләйлә, Ләйлә, бері кел. Сен жастарға кедергі жасама. Құмар келін баланы шешесімен таныстыруға ертіп келіпті. Қалыңдығын көрсетем деп. Не? Қалыңдығы нес? Құмар, мен сағынып қарауға келді емес пе? Сен қыз не істеп тұрсың? Сол істемей үйге кіріп отыр. Ұят болады, естимісің? Бағанадан бері көзімді алмайым, сенімен әңгіме соғып отыр. Қайтысынан сонысына рахмет. Достары айқайлап та, күліп те шақырады. Ол болса сенің көңіліңді қимайды. Құмар қайда кетті? Қайда кетті? Қара, жұрт жыбырлап сөз қылып жатыр. Естимісің? Болды қой. Әркімнің өз теңі болады. Алма уақытын. Ана Қатша Болтайға бер деп отыр. Жап-жақсы бала емес пе? Сүймеймін оны! Шықпай оған! Ойбай, қайда кеттің ей? Айттым ғой! Мазақпын деп! Қормын деп! Болтайға шық дейді ғой! Сүймеймін оған! Тимеймін оған! Ғашықпын. Мауқымды бас. Үнімді өші жарғай. Жасыр мені. Сезімімді ауыздықтатып. Сен мен ғана алданайын ба? Әлде сары уайымнан безіп, өтірік күлейін бе? Әлде қиялыма қанат байлап, сенмен ғана тілдесейін бе? Ми жоқ! Менде де ми жоқ! Қатира білсе өлтіреді мені. Ғашықтық сенің етенін. Жайыңа жүр албасты деп. Ұрады. Ұрса аямайды. Қолы қатты оның. Қатира білсе. Бүкіл қарауыл біледі. Қарауыл аямайды. Мазақ етеді. Құмар білсе қайтем жарғай. Қайтем жарғай. Құмар білсе қайтем. Бұл қайсысы? Қалайсыздар? Шүкір, жақсы. Ал той құтты болсын, келініңіздің аяғы оң болсын. Рахмет. Сайлау қарсаңында қаладан депутаттыққа кандидат келіп қалған екен. Құтты қонақ келсе қой егіз табады деген тура сіздің үйдегі тойдың үстіне түстік. Енді шақырғысы келеміздің қайсыда әрине. Ренжімеңіз.
Сайлаудың өресі ғой. Әй жоға, ол не дегеніңіз? Жақсы болды қайта. Үйге кіріңіздер, төрге шығыңыздар. Тұр кел. Мыналар кімдер? Қастай түскен құдалар ба? Жоға құдай, Алматыдан келген депутат дейді. Әй, тарихи сәрім екен. Бәлелер, өздерің қоларын қарашы. Осы күн адам көпқа бармайды ғой. Сайқалдар-ай. Әй, депутатқа сот жоқ екен. Шақырмасаң да келе береді ғой. Оның үстіне басқарманың өзі жетіпті ғой. Дөп бір өткізіп қойғаны бар да, Сен қатын бағы беселей, тура хаттай. Жалғызын той жайнап өтеді. Қазір күтші, өз көзіне бір қарап келейін. Сіздер екен ғой, саламатсыз ба, қалайсыздар? Қызым. Ой, мына шылғау байдың қатына адам көрмеген бей? Қызыға деп есімізден тандырды ғой. Таныстыра отырайын. Негізгі қонақ Болатбек Өмірбекович. Біздің қарауылдан сайлауға түспек. Сайлау қарсағында өздеріңізбен кездессем, көрсем, ауыл еліне ауқатын білсем деп келіпті. Тойдық емес бос, депутат деген бәлелеріне. Тыныш, қатераш, мына сенің көз жасыңды Құдай көріп, қуанышқа келіп жатырсың. 2 жас бақытты болсын, Мәлкін ағаларының абыройын жолын беріп, жақсы азамат болсын. Рахмет. Ал енді айтпасқа болмас. Тойдың үстіне насихат жүргізіп сөкпеңіздер. Мына Бәкең сияқты азамат қарауылға келгенін қуана қарсы алып отырмыз. Тойда отырған көпшілік Бәкеңе дауыс береді деп ойлаймын. Бәке, қарауыл өзіңізді шақшая қарсы алып жүрсіңіз. Рахмет. Үй иесі өзіңіз екенсіз, келініңіз құтты болсын. Жастардың жолы оңынан тусын. Ілтипат ниеттеріңізге рахмет. Мен туралы енді мына жігіттер айтып жатыр ғой. Бәке, бәдеңнен бастасаңшы. Алдамайсың мына халықты, алдасаңшы. Алдауға ма? Иә. Мен сіздерге жылдар бойы алмай келе жатқан компенсацияны алып бергіздірейін. Атаның басы. Бұл біріншіден. Екіншіден, құлап жатқан мектепті 3 қабат етіп қайта тұрғызамыз. Жаңа оқу жүйесін енгіздіріп, компьютермен жабдықтаймыз. Үшіншіден, қарауылдың мүгедек балаларына арнайы аурухана тұрғызып, олар үкіметтен қаражат алып тұратын болсын. Ау, көңіліне рахмет. Қазір мұндайларға сенбейтін болып алдық. Ол, мына ішіне келмектен біреу айтса, мына мен де сенбейтін едім. Ал, Бәкең айтса? Мен сенемейін. Өйткені Бәкең талай істі өзі тындырып жүрген азамат. Солай де. Аңқау жұрт қарамза депутат дендір. Ой, сіз де соғырылып қоймадыңыз ау. Бәкең. Қой, қачыра, мен кеттім. Шаруалар. Иә. Эйля, не істеп жүрсің? Оға, табылды. Олжа табылды. Иә? Мынау кім? Мынау ма? Ләйлә ғой, Ләйлә. Қатираның жиені. Кептары ғой. Кем тар? Полигонның әсерінен. Полигонның әсерінен. Бітті онда. Құдай жолды оңдады деген осы емес пе? Қарауылдың кем-кетіген түптіген жинап алып, көз көрмес, құлақ естімес жерге алып кетті дегені қайда? Бәке. Иә, сол күні бұл қызды да іздеді ғой. Таппай ғой. Сіздің бағыңызға қалған ғой, қарауылды Бәке. Пайдаланайық мұны. Пайдалана беріңіз. Пайдаңыз аларса Бәке. Мына, мен де пайдаланыңыз. Аямаңыз ешкім, Бәке, пайдалана беріңіз. Онда сен кіріс. Иә. Ертең полигон құрбандарына қарал жиын өтеді. Сол жиында мына қызды ел көзіне алып шығатын бол. Полигон құрбандарының символы. Солардың арасы жоқтаушысы боламыз. Бізге болмаса да мүгедектер үшін дауысын береді қарауыл. Табылған ақыл. Қатырды қарауылды Бәке. Қазір кетеміз. Қатыраш. Мына Бәкеңнің өтініші болып тұр өзіңізде. Қандай? Ертең қарауылдың қарауыл жиын өтпек. Соған мына Ләйләні ел көзіне алып шықсақ дейміз. Әй, жоқ. Жұрт жиналған жерге аяғына таппаспайды ол. Неге? Сөзіміз сенімді, ісіміз дәлелді болу үшін Ләйләні қалайда алып баруымыз керек. Ләйләні шақырыңдаршы, Ләйлә. Келе ғой айналайын, келе ғой, кел алма. Мына сен іздеп жатыр. Ой, айналайын. Келе ғой, Ләйлә. Атың қандай жақсы ет. Ертең қарал жиынға барасың ғой, осы қалпыңда жұрт көру керек. Онда тепті қатып кетеді-ай. Бәкең сөйлеп тұрғанда дауысты Бәкеңге беріңді. Бәкеңге де бұранда баттандап жүреді. Ой, айналайын өжет бала. Бұл баладан шығады Бәке.
Leyla, ертең Қаралжынға барасың ғой. Естіп тұрмысың? Бармаймын мен. Неге? Барасың деп шештік біз. Бармаймын. Айттым ғой бармайды деп. Білем ғой мінез. Неге деді айналайын-ау? Суретке сурет, газетке шығарады, дардай телевизордан көрсетеді. Бүткіл ел танитын болады. Қызып болды қой. Барғаның дұрыс. Мына қалар үлкен басын кішірейтіп беріп тұр екен. Көне ғой болды. Мен ешқайда бармаймын. Қайтеріңізді? Ләлек қайда? Отыр ғой әлі кеңірек. Ләлек? Жылап тұрсың ба? Жылама ол. Айтпас. Мен қоштаса кетейін деп келдім. Тойда мені көрмегендерге сәлем айтасың ғой, сосын тойда жанымызда отырсын деп іздемеген жерім қалмады, қайда етіп қал? Қолым тоңып тұр ма? Жоқ. Мынауың кім еді? Не болды? Мынау ма? Біздің ауылдың баласы ғой. Қазір алматыда оқиды. Лейланың класстасы. Байқаймын, қыз көңілін табатын күшің бар ау. Мына құрбың бізді ренжітіп отыр. Ертең Қарал жиынға бармаймын деп, ат тоңын ала қашып отыр. Оны Лейланың өз шешек. Барғысы келмейді. Көңілін соқпай жатқан шығар, Бауырым, байрақ барып сөйлесіп бола ма? Қазір. Ал Адалек, сау бол. Бейсата жиналып баспасамыз. Сен тек осылай жарқырап күліп жүр, жақсы ма? Ал, жігіттер, айта беріңдер. Бауырым, көмегің керек. Ертең Қарал жиынға Ләйлә қалайда бару керек? Көмектесші. Көндір шешек, саған көнеді ғой. Класстасын көңілді қалдырмас. Жоқ, жігіттер, кешендер мен кетіп барам. Мына оның үстіне ұят емес па? Мына бөтен жұрт тұрмақ түгілі. Мына өзіміздің қасымызға жоламай жүрген жоқ. Көнбейді оны, білем. Бауырым. Көнбейді деп неменеге желпіп бітесің? Тыңдасайшы бұлай. Ал тыңдады. Бір күніңді қиясың құрбандыққа. Сол күніңе ақ төленеді. Менің есебімнен, менің самолетке отырғыш жіберейін. Көзіңді ашып жұмғанша жетіп барасың Алматыға. Келісесің бе? Шалаң аяқ студент. Сен бәкенге кім деп тұрсың, Бәкен Қарауылға депутаттық үшін ғана кет. Қайтеді әйтпесе Қарауылды. Сөйтіп болып жатырмыз де. Заман Бәкеңдікі. Кімнің жемсауы бос екенін біледі Бәкен. Жақсы. Сонда неше дейсіңдер ма? Осылай жөнге келмейсің бе? Рассың әлі. Өмірдің өзі үйретеді сендерді. Сонымен Ләйләні танау тесілген тайлақтай етіп, Қарал жиынға алып келесің. Осымен сөз бітті. Қанша сұрайсың? Қанша десем екен, Ой, бауырым, болса шай құйқылжымай. 1000 десең ұят бола ма? Осынша жұмысты бітіріп беріп, $1000 сұрайды. Мұрын бұл. Жарай, $2000 берейін. Кес. Дәрек, отырсам ба? Ертең, Қарауылдың Қаралы жиыны дейді ғой. Сол жиынға бірге бармадық па? Бармаймын мен. Бармаған емес, сен үшін әдейі қалдым емес. Көңіл көтереміз, әңгіме айтамыз деп. Мен үшін? Мен үшін Қарауылға қалдым дейсің бе? Әрине, сенің жанында бір күнде болса қасыңда болайын деп. Бәсе, әйтпесе сен құмар болар ма едің? Сонымен барамыз ғой, Иә. Кел, Майқа. Қазір, сен осы жерде күте тұр, Қазір келем. Ал жігіттер, келсін. Құмар, Құмар, бері кел. Ақша береміз десеңдер, мен де Ләйләні көндіретін едім. Құмар неменеге кірсе дей, сол меке Ләйләні асырап бағып жатқан. Сен жүгірмек неменеге қал десем, өз есебің бар бәлекенсің ғой, $2000 берсеңдер өзіме апарамын Ләйләні. Мына долларды қайтесіз? Жоқ, мына Қарауылға мына доллар не керек, Неменеге доллар керек болмасын. Сендерге керек ақша қатираға керек жоқ бекен. Ләйләнің баратын бармайтын шешетін менмін. Ұқтыңдар ма? Барсын десең, әкел ақшаңды сал қолыма. Өтініш сізге емес, маған жасап. Қайсымызға келсе, ақшаны сауламыз. Келістік пе? Сен бала осы жерден ақша тауып пайда алсаң, тура қолыңды өлесің иттің бас. Әкел ақшаңды.
beni. Қолдарымның қайда кеткен қорығы, қыздарымның қайда кеткен